Бүгін көктемнің алғашқы күні елімізде алғыс айту күні болып белгіленген. 2016 жылы 14 қаңтарда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халық Ассамблеясының құрылған күні алғыс айту күні деп жариялаған болатын. Алғыс айту күні бұл ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған. Президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың алғашқысы болып, украиндық қоныс аударушылар, 20.141 корей отбасылары, 105.000 поляктар, 29.777 немістер, 1942 жылы Краснодар, Ростов, Армениядан, Әзірбайжаннан, Грузиядан 24.670 грек, 29.505 басқа ұлт өкілдер мәжбүрлі қоныс аударуға ұшырады. Шешендер, оңғыштар 89.901 отбасы, қалмақтар, түріктер, күрдіктер қоныс аударды. Миллиондаған өкілдердің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқы терең тағзымның белгісі. Қазақ халқы қиын қыстау заманда олардың басына түскен ауыртпалықты қайыспай бірге көтере білді. Қазақ атқан тасқа барып жығылдым, тамағыма өксік келіп тығылды. Құдайым-ау, таспа мынау немене, мұрныма сүт иісі келемен. Үміт отты жарқ етті ғой, тас дегенім азық екен, нәрі боп сіңер денеме. Қарттар неге өшікті деп ойлап едім таңдана. Балаларды айтақтаған шалмен кемпір оңама. Сөйтсем айналайын кеңелім, ақсақалдар данышпаным кемелім. Сақтау үшін тұтқындардың қужанын, тәуекелге тігіпті ғой өз ұрпағын сенерін. Қатыгездер кесіп берген әділетсіз үкімді, түсініпті үлкені де баласы да бүкілі. Бүгінгі таңда еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің арасында адамгершілік қарым-қатынастың өнегелі өлшеміне айналды. Сондықтан да бұл күнні тағдыр тоғыстырған Қазақстанның көп этносты халқының ортақ тарихын құрметтеу және қайырымдылық дәстүрін, әлеуметтік ынтымақтастықты және өзара көмек көрсетуді қолдау мен рухани дәстүрлердің күні деп түсіну қажет.